сол бір еркектің дәу заты арман болып қалды. Менің атым Арай, жасым 28-де, жоғары білімім бар. Астанада жұмыс істеймін. Жақында анам қайтыс болып, ауылдағы жалғыз тұратын әжемнің қолына жазғы демалысымда бардым. Біраз уақыт жанымды емдеп, тынығып келейін дедім. Бірақ ол ауыл маған тыныштық емес, керісінше тәніме от жаққан тосын сезімді сыйлады. Ол үйге сол күні кешке келді. Анамның туысқан інісі екен, шамамен 50-ге таяған. Қара костюм, сәл тершіп тұр, бірақ өз-өзіне сенімді. Дауысы барқыттай, жүрісі баяу салмақты. Бірақ ең қызығы, оның жүрісімен қатар шалбарының ішіндегі әлде бір ауырлық көзге ұрып тұрды. Мен еріксіз төменге қарап қойдым. Сол сәтте жүрегім бір түрлі соға бастады. Бір түрлі тартылыс сезімі, бейтаныс адам, бірақ мені іштен шымырлатып, бір тылсымға тартып бара жатқандай. Түн, барлығы ұйқыда. Мен сыртқа шықтым. Ауылдың тыныштығы, жұлдыздар. Кенет артыма қарасам, ол тұр. Ұйықтап қалмадың ба? Деді. Жоқ, көңіл күпті дедім мен жай ғана. Ол маған жақындап келді. Шекемнен сипап тұрды. Тоқташы дедім ақырын, бірақ денем қарсы емес еді. Қаласаң кетем деді. Қаламадым деп айтсам өтірік болар дедім мен. Сол сәтте бір-бірімізге жақын тұрдық. Ауамыз араласып кетті. Оның демінен, денесінің иісінен әйелдік табиғатым оянып кеткендей, екі бетім ду етіп жанды. Ол менің белімнен жай ғана ұстап ішке кіріп кетті. Ештеңе болмады, бірақ сол түн менің ойымды бүлдіріп кетті. Келесі күні бәрі бұрынғыша сияқты еді. Бірақ мен емес, түнгі үнсіз жақындық, оның белімнен ұстап, көзіме тік қарағаны бәрі әлі де жанымда тұрғандай. Таңғы ас үстінде өзімді сабырлы ұстауға тырыстым. Бірақ мен оның көзінен түнімен ұйықтамаған, іште буырқанған бір күйді көріп отырдым. Кешке қарай бақшада жалғыз жүргенмін. Ол артыма келіп үнсіз тұрды. Бүгін сені түсімде көрдім деді. Қандай түс? Сен мені сүйіп тұрсың, бірақ мен саған тиіспей тұрмын. Сонда сен жылап жібердің. Неге мені қаламайсың деп. Ол жақындады. Мен қозғалған жоқпын. Себебі қаламағаным емес, күткенім еді. Ол қолын мойныма қойып, бетіме еңкейе түсті. Тынысы маған естілді. Мен көп дүниені бастан өткердім Арай. Бірақ дәл сен сияқты мені іштен қопарған әйел болмапты. Сол сәтте менің жүрегім де, тәнім де оны қалағанын мойындады. Ол мені құшақтап, баяу дем алып тұрды. Жейдемнің түймесін ашпады, киімімді шешпеді. Бірақ жылы алақаны белімде қозғала бастағанда, ішімде тоқтаусыз толқын жүріп кеткендей болды. Ол арғы жағын меңзеп, қарай көрім, сенің құшағыңда меніңкі тыпыршып баратыр ғой. Ол күліп айтты, бірақ мен ұялмадым. Керісінше қызара отырып, қолымды оның белінен төмен сырғыттым. Терең тыныс алды. Ойнама деді. Жоқ, бұл ойын емес дедім мен. Сол сәтте екі адам емес, екі жалындаған мұң, екі жанашыр тән үнсіз ұғысты. Күннің қызғылт шапағында ол мені ақырын жерге отырғызып, үстіме өз көртешесін жауып, қасымда жатты. Ол кеште бәрі тым-тыныш еді. Ауыл үйі тыныш, тек жүректің дүрсілі ғана айқайлап тұрғандай. Әжем ерте жатып қалған, ал мен өз бөлмемде, бірақ ұйықтар түрім жоқ. Телефонды шұқылап, өзімді алдағансып жатқаныммен, санам сол бір еркекті армандап жатты. Кейіннен дәліздің есігі сықыр етіп ашылғандай болды. Бір сәт үнсіздік орнап, менің жүрегім тоқтап қалғандай. Тарс-тарс, қадамдары баяулап, дәл менің есігімнің тұсына келді. 1-2 секунд үнсіздік, сосын жай ғана есік тықылдады. Мен үндемедім, бірақ орнымнан тұрып есікті аштым. Ол кірді. Үстінде тек ақ пудулка мен спорт шалбары.
ал мен түнгі жібек қалатпен шашым жайылған күйі. Бөлмеде тек екі демнің дыбысы ғана қалды. Мен саған тиіспей-ақ кетейін деді, бірақ кеткің келіп тұрған жоқ қой дедім мен ақырын. Ол күлді, бірақ көзі жанып тұрды. Жан жүрегімен мені тілеп тұрғанын жасыра алмады. Қаласаң қаламын деді. Мен жай ғана басымды изедім. Ол маған жақындап, баяу құшағына басты. Оның алақаны арқаммен сырғып, төмен қарай беліме жеткенде, мен еріксіз демімді ішіме тартып алдым. Сен тоңып тұрсың ба, Арай? Жоқ, жаным ысып барады. Ол мені жатын орныма жайғастырып, үстіне ақырын отырды. Екі алақаны бетімді сипады. Көзіміз сөйлеп тұрды. Сосын оның денесі менің денеме жанасқанда бәрі тоқтады. Сол түні біз бір-бірімізді аштық. Киім емес, ойлар шешілді. Ет емес, сезім тоғысты. Оның демі мойнымды шарлап, қолы менің сыздаған тұстарымды сипалай өтсе, мен де қарап тұрмадым. Қолым оның ішінен сырғып, баяу төмен қарай созылды. Тоқта деді бір сәт. Неге? Өзің дайынсың ба? Сол сәт дүние біз үшін қайта басталды. Таңға дейін бәрі үнсіз болды. Ол мені құшағына алып жатты. Қайтам дейді сыбырлап. Қайда? Ертең ауылдан кетем. Бұл арман болып қалуы тиіс. Мен үнсіз ғана оның дәу арғы жағын ақырын ұстадым. Бұл қоштасу еді, бірақ менің тәнімде, жанымда оны ешқашан босатпайтынын енді білдім. Таң, күн әлі шықпаған, бірақ мен ұйықтамағанмын. Кеудемде бос кеңістік, жанымда иісі қалған дене. Ол түнгі 5-те кететінін айтқан, ешкімге айтпай тым-тырыс сезім сияқты. Тек есіктің жабылғанын естідім. Орнымнан тұрып терезеге бардым. Шашым тарқатылған, денем әлі де кешегі түннің ыстық демін сағынып тұр. Кетіп бара жатыр. Сол дәу самай, сол иіс, сол ыстық алақан енді тек естелікте қалды. Кешке ауыл іші күбірге тола бастады. Әй, кешке көріп қалдық. Мына қызбен Қайрат аға бір-біріне қарап балқып тұрғаны байқалды. Шешесі марқұм жақсы еді. Мына қыз анасы сияқты болмаған екен. Кешкісін бөлмеме қайта кіріп, сол түнде жамылған оның күртешесін иіскедім. Оның алақаны да тағы белімде жүргендей, кеудемде ыстық лебіндей діріл. Сен мені әйел еттің, бірақ неге тастап кеттің, дедім ішімнен. Арада 3 ай өтті, қалаға оралдым, жұмысқа кірістім. Сырт көзге күліп жүрген адамдаймын, бірақ ішкі әлемімде бір дәу сағыныш күнде тамырымды қырқып тұрады. Ол кеткеннен бері ешбір еркекке ішім жылымайды. Тіпті иістері де жат, демдері де суық. Күндердің күнінде таңертең ұйқылы ояу жатқанда телефоным безілдеді. Бейтаныс нөмір. Жауап бергім келмей жатқаным сол еді, бір хабарлама келді. Арай, саған бірдеңе қалдырып кетіппін. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Бұл ол еді. Қолым қалтырап қайта хабарластым. Телефон тұтқасын көтерді. Үні баяғыдай ауыр. Сабырлы, қалқалай. Не қалдырдың дедім мен еріксіз. Жүрегімді, тәнімді, ең болмаса бір бөлшегімді. Сонда, Арай, мен әлі ұмыта алмадым. Саған қайта келгім келеді. Неге? Себебі менен кеткен соң ешкімге барып көрмепсің. Сен мені күтіп жүрсің. Мен соны сезем. Бірде кафеде жалғыз отырғанымда таныс дауыс естілді. Айдана, бұл сен бе? Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Басын бұрдым. Ол, сол баяғы өзгермеген. Сәлем дедім күліп, бірақ ішім жылап тұрды. Ол қарсы алдыма отырды. Екеуміз үнсіздікке тұншықтық. Бір сәтке ғана бәрі бұрынғыдай көрінді. Бірақ мен енді баяғы мен емес едім. Жақсы көрдім ғой сені, деді ол жай ғана. Мен сені жүрегіммен күттім. Көзімізден үнсіздік тамшылады, бірақ еш қайсымыз оралмадық. Тән табысып, жан жаралы болды. Кетерінде ол мойныма eğilіп, кешір,
Мен тек сенің әйелдігіңе ғана емес, жаныңның жалғыздығына да себепші болған екенмін. Мен солай жүргенде бір күні жұмысқа асығып бара жатып, автобуста бір жігітпен қатар отырдым. Тым қарапайым, үстінде ескірген көкжейде, алайда көзінде тыныштық бар. Кешіріңіз, мына аялдамадан түсесіз бе? Иә, түсем. Онда мен де. Қап, жаяу жүретін болдық қой екеуіміз, деп күлдім. Бұлай басталды бәрі. Ол мені шақырған жоқ, құшақтамады, тек тыңдады. Апта сайынғы кездесулер әдетке айналды. Енді мені құмарлық емес, сенім баурап алды. Бір күні ол қолымнан ұстап тұрып, Айдана, мен сені тәніммен емес, тағдырыммен жақсы көргім келеді. Сол сәтте мен көзімнен жас шығып, жай ғана мен дайынмын, өзімді енді ғана тауып отырмын дедім. Бүгінде мен анамын, иә, біреудің жарымын. Бір кездері тән қызығына алданғаныма ұяламын. Бүгінде менің күйеуім дәл сол қарапайым жігіт. Ол жатын бөлмеде керемет болмағанымен, бірақ махаббаты алыптай. Мен енді түсіндім, махаббат деген бір сәтті құмарлық емес, өмір бойы жаныңда қалуға шешім қабылдайтын сенім мен сабыр. Ол адам менімен бірге қартаяды, менің әрбір таңым мен кешім де қасымда болады. Ол мені сүйікті қылып қоймай құрметтейтін ер азамат. Әжемнің батасы қабыл болды. Мен енді расымен бақыттымын. Себебі мен бақытты жатын орнынан емес, түсіністіктен, жан тыныштығынан, көзге көрінбейтін шынайы мейірден таптым.